Енді тамада ауысты, іреңіме бір қарап қойыңыздар, шапалақ ұруға тұра ма, тұрмай ма? Кеше Жезқазғанға тойға барған ем, бүкіл ел шыққанымнан фанфар берілгеннен кейін, о, Шымкенттің асаба ақыны келді деп шапалақ ұрды. Мына сіздердің шапалақтарыңыз Шымкенттің ақын асабасы емес, бір өгізбайдың қатынын ұрған шапалақ сияқты болды. Адамның іреңіне қарап шапалақ ұрмаңыздар. Жастар бақытты болсын деп бір тамақ жеген адам болса шапалақ ұрып қояқ ардақтар ағайындар. Той құтты болсын. Бәрекелді ардақтар ағайындар. Бүгін Құдай қаласа Қаңлы елінде Бақыт ағамызбенен Алтынай әпкеміздің шаңырағында көптен күткен ұланасыр той екен. Мен сол той иелерін ортаға шақырайыншы қанекей. Бақыт ағамызбенен Алтынай әпкеміз тойхана төріне келе қойсын. Тойдың иелеріне бір қошеметтеп қояқ. Алтыге? Бәкең қайда бәкең? Бақыт ағамыз бар ма? Бақыт ағамыз шақыра қойыңыздар. Тойдың егесі тойғанаңыз. Мені қатты сыйлайды, атақ бейдіп араласатындай ірің басым жоқ. Сөйтсем бұл кісілер мен өнерім сыйлайды екен ғой, рахмет Алтыке. Біз енді әрбір жас бақытты болу үшін Қыз-Жібек пен Төлегеннің махаббатын сұраймыз. Сөйтсек мына Түркиядағы ең мықты Сұлтан Сүлейман мен Күйрем хатынның өзі армандайды екен ғой. Алла бізге бақыт пен Алтынайдың махаббатын берші деп. Қошеметтеп қояқшы той елдерінде. Ал енді Алтыке